Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті ағайын, мұсылман жамағаты, астан алып отырыңыздар, сауап болсын, тие берсін апамызға. Енді жалпы Құран хатымыз дастархан болғандықтан Аллах Тағалаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айтып, бір кішкене уағыз айтып жүрсек, ол Құран хатымыз дастарханның ақысы болып есептеледі. Себебі қасиетті Рамазан айында тұрмыз, ол қасиетті ауызаша, осы жерде Алланың кәлімі, Құран кәрім оқылып, осы жерде міне апамызды еске алып отырмыз ғой. Апамыздың міне арбауын Алла Тағала риза болып жан-жаннат етсін. Сонау Құран аударып апамызды міне бағыштап отырмыз. Енді өмірден өткен адамға жалпы біздің ең бар қолымыздан келетін іс осы ғана. Артынан Құран бағыштау, дуа тілеу. Бірақ та Алла Тағала Құранда айтады ғой, енді біз мұсылман баласы болғаннан кейін Құранды басшылыққа аламыз, Құранды төбемізге жоғары қоямыз. Ла илляха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Алладан басқа сыйынуға, табынуға лайықты ешқандай құдай жоқ, ешқандай тәңір жоқ. Мұхаммед ол Алланың елшісі, әрі пайғамбар деп жүрегімізбен сеніп, тілімізбен иман келтіргеннен кейін шынайы түрде біз Аллах Тағаланың екінші орында осы Құранын жоғары қоямыз. Жоғарыда бағана айтқандай, мына қазіргі Рамазан айы ол қасиетті Құран айы. Рамазан айы тек қана ішіп жеуден, аш жүруден ғана емес, бұл Рамазан айында Аллах Тағалаға көп құлшылық, мақтаулар, зікірлер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауаттар айтылады. Аллах Тағала Құранда «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан». Аллах Тағалаға иман келтіріңдер және оған еш нәрсені серік келтірмеңдер. Аяттың жалғасында айтады. Және де ата-анаңызға қарайласуға Аллах Тағала Құранда бұйырады. Исра сүресінде осы аяттың жалғасында егер ата-анаңыз қасыңызда біреуі қартайып қалған болса, оларға жақсы мәміледе болыңыз дейді. Және оларға қызмет ету барысында «Валя тақул лахума уф». «Валя тақул лахума уф». Уф деген сөзді ата-анаңа айтпа дейді. Уф деген сөзді ата-анаңа айтпа деп, бұл Құрандағы аят екен негізі. Бізде қазақта да жазады, уф деп айтпа ата-анаңа деп. Бұл бәрі Құраннан алған аят екен. Аяттың жалғасында не дейді? Және де мерхаметі құшағыңды жайда маған дуа жаса дейді. «Роббирхамхума кама раббаяни сағиро». Раббым Алла Тағала, жаратушы Алла, ата-анам мені бала күнінен қалай мәпелеп өсірген болса, сен де оларды осы қартайып қалған шағында өзің мерхаметіңе, өзің рахмыңа бөлеге өр, өмір жасын ұзақ қыла көр деп маған дуа жаса дейді. Бұл әлбетте тірі күнінде істелінетін нәрсе. Тірі күнінде ұрпағы ата-анасына негізі дуа жасау керек дейді, құрметті жамағат. Енді адамның ата-анасы бұл өмірден өтіп кеткен жағдай болса не болады? Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір сахаба келіп сұрайды ғой, Алланың елшісі пайғамбарым, мен ата-анама тірі күнде көп қызметін жасай алмадым. Мен көп, өзіңіз білесіз, мен көп осы Алла жолында жихад жасап жүрмін деп айтты. Алла жолында күресіп жүрмін мен, Алланың дінін жаю үшін жихад жасап деп айтты. Енді мен ата-анама екеуі өмірден өткенді, екеуіне жақын жасай аламын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді оған? Ата-ананың көзін көрген жақын жора жолдастары болса, соларды құрметте дейді. Тікелей ата-анаға барады сауап дейді. Екіншісі, бұл ата-анаға дуа жаса дейді. Дуа дегеніміз осы еске алу, намаздан кейін Құран бағыштау, осы Құранымызды оқып отырмыз, бұл бәрі дуаға жатады. Үшіншісі, ата-ананың орнына қасиетті Меккеге барып, бәдәл хажы деп қойып, хажылық жасаңдар дейді. Сонда ата-анаға тікелей сауап барады дейді. Адам егер жағдайы келіп жататын болса да, өмірден ата-анасы өтсе де, сол кісілердің орнына қажылық жасауға болады. Умра сапар негізі умра жасау керек. Алла Тағала Құранда айтады: «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді Алла Тағала. Өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. Құлшылық дегеніміз Алла Тағалаға мойындап, Аллаға сеніп,
менің жүрегім таза деп осы сөзбен ғана шектелместен, Алланың бұйырған парыздарына осы ең құрмағанда Рамазан айында әрекет етіп көру керек екен негізі. Жұма намазына бармай жатсаңыз, жұма намазға барыңыз. Алла қаласа кешке тарауых намаз оқылып жатыр мешіттерде қазір. Қариларымыз да келіп, сонау алыстан келіп тарауых намаздарын жүргізіп жатыр. Ауылдағы адамдар болса, ауылда да имамдар, олар да ол кісілерге де Алла разы болсын, олар да тарауых намазын жүргізіп жатыр. Себебі Аллах Тағалаға шүкір, осы қасиетті Рамазан айында бізге осы күнге жеткізгеніне Аллаға сансыз шүкір. Бұл күнге қаншама адам жете алмағандар да бар. Осы ұржардың өмірінде қаншама таныс жолдастарымыз да болды, көп өмірден өтіп кетті. Осы биылғы Рамазан айында жете алмай қалды. Бірақ Аллаға шүкір, осы Рамазан айында бізді жексіз қойды. Осы Рамазан айында осы жерде қазір дастарханда отырмыз, қандай молшылық дастархан. Осы жерде аузымызды ашып, қазір Аллаға шүкір, Аллах Тағаланы еске алып, Құранымызды бағыштап, сондай бір амалдар жасап жатырмыз. Бұл құрметті жамағат, уағыз деген нәрсе негізі әрбір жерде айтылу керек екен. Бұл Рамазанның кешіндегі тарауых намазының алдындағы осы ауыз ашарда бола ма, бір адамды 40-ында немесе жылдығында еске алған кезде бола ма, имам адамға, молда адамға негізі уағызды көп айтылу керек. Уағызды негізі өте көп айтылу керек, себебі бұл хатым дастарханның ақысы болып есептеледі. Яғни енді көп жерде уағыз айтуды, ақыл айтуды қазір қабылдап жатыр ғой. Осы молдалар қазір өліммен, тозақпен, осы жәннатпен, жәннатпен қорқыта береді деп. Алла Тағала «Вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин» дейді. Ескерт, өйткені ескерту мұсылман адамдарға ғана пайда береді дейді. Муминдерге, мұсылман адамдарға пайда береді дейді. Біз осы қасиетті Рамазан айында осы көбірек уағыз тыңдап, көбірек уағыз айтып қалсақ, бұл басқа күндегідей кішкене қысқашалап айту болады. Бірақ осы Рамазан айында біз негізі белсенді түрде Аллаға кішкене жақындық жасау керек. Өйткені Аллах Тағала мұсылман адамға бұл өмірді негізі бір-ақ рет ғана беріледі екен де. Өмір бір-ақ рет беріледі. Аллах Тағала айтады: мен сендерден, осы мұсылман адамдарға айтады, мен сендерден қанша өмір сүрсең өмір сүр, менің берген өмірін сүресің. Бірақ мына өмірде сендерге есеп-қисап жоқ дейді. Қаласаңыз тура жолыңыз бар, қаласаңыз қисық жолыңыз бар. Бірақ менің алдыма келесің, әлбетте әрбір нигметтен есептеріңді аламын дейді. Көп жерде біз кейбір адамдар ойлайтын шығар, мен намаз оқып кетсем, осы бәрінен құтылып кетемін, қажылыққа барсам құтылып кетемін, ораза ұстасам мен бәрі күнәдан пәк боламын деп. Бірақ Алла әлбетте кешіреді. Құранда айтады ғой, кімде-кім шынайы түрде Аллаға иман келтіріп, 5 уақыт намазына маңдайын сәждесін қойып тәкаппарланбай Аллаға иман келтіретін болса, Алла Тағала ол адамның жамандықтарын жойып, жақсылыққа ауыстырамын дейді. Бірақ та адамның біздің ар жағымызда істеген істеріміз бар. Оған әлбетте ертең Алланың алдына жауап береміз. Құранда айтады ғой, Зілзала сүресінде, тозаңның түйіріндей біреуге жақсылық жасайтын болсаң, оны көресің дейді. Тозаңның түйіріндей біреуге жамандық жасайсың ба, оны да көресің дейді. Біз осы қасиетті Рамазан айының құрметіне Алла Тағаламызға бас ұрып, осы міне Құранымызды оқып, ауыз ашарымызды беріп жатамыз. Енді бұндай жақсы амал жасау Алла Тағала кімге нәсіп етеді, соның өзі солай істейді екен. Шариғат бойынша да солай. Бүгінгі күнде осы міне Назарбаевтың ақ дастарханда жиылып, осы міне дуа тілектерін тілеп, жақсы тілектер айтылып жатыр. Алла Тағала қабыл етсін. Жалпына Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, кімде-кім мұсылмандарға ғана қатысты аятта, бұл тәңіршілерге, Аллаға сенбейтіндерге қатысты емес. Алланың елшісі пайғамбарымыз айтады мұсылмандарға, кімде-кім ораза ұстаушы адамдарға тамақ сусын беріп ауыз ашыратын болса, Аллах Тағала сол адамдарға, сол ораза ұстап келіп ауыз ашып отырған адамдардың сауабын береді дейді. Және ораза ұстаған адамның сауабы ешкім кемімейді дейді. Қиямет күні ол адамға Алла Тағала одан да жақсы тамақ, одан да жақсы сусын, мен Алла Тағала сусындатады дейді. Себебі бұл өмір уақытша ғана. Қазақ айтады ғой, қамшының сабындай ғана, қысқада ғана өмір. Бұл өмірде тек қана ішіп жеп күлпап емес, Аллаға бас ұрып сәжде қылып көріңіздер дейді.
Рамазан айында мұсылман адам бір-біріне кешірімді болып, бір-бірі реніш қағым жағдай болмаса, бір-бірімен татуласып, жақсы тілектер айтып, бір-бірін шынай жүректен жақсы көріп, ағайын туыстар бір-бірін құрметтеп, осындай ауыза шараға шақырады. Бұл тек қана мұсылман әлемде, мұсылман адамның құзырында болатын істер ғана деп құрмет жамағат. Ал енді Алла Тағала барлықтарына сауаптар жазсын, осы күнгі оқытылып жатқан Құран хаттарымызды қабыл етсін. Алла Тағала осы Әшім ағамыздың, Наз апайымыздың дастарханды үнемі жақсылыққа жайлы нәсіп етсін, тойларға жайлы нәсіп етсін. Келесі Рамазан айларына төрт құлағымызды көріп, аман-есен жетуімізді нәсіп етсін. Барлықтарыңыз оразаларыңыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға, үй іштеріңізге жақсылық пен береке тілеймін. Рахмет. Сау болыңыз. Жеп ішіңіздер, шай ішіңіздер. Biraz orada sizin de